Армысыздар достар, мінекей YouTube каналындағы кезекті видео. Бұл видеода енді мен соңғы кездегі көп маған кеп түсетін сұрақтардың бірі Мейірбек мырза, мен қалай бизнесін бастап кетсем болады деген сұраққа байланысты мен бүгін өз ойымды, өз пікірімді айтып көрейін. Ал жақсы достар, ең бірінші мен осы уақытқа дейін түсінген нәрсем, кәсіпкермен айналыс келетін екі аудитория болады екен да. Осы екі аудиторияны қазір мен сіздерге бір бөлісіп көрейін, мүмкін сіз соған сәйкес келесіз, сәйкес келмейсіз, онда ары қарай өзіңіз шешесіз. Қараңыз, ең бірінші аудитория бұл бизнесті өз бетімен бастайтындар. Өз бет, оларға ешкім керек жоқ. Ол адамдар көбінесе ментор не деген болмайды. Олар не істейді, көбінесе көреді та болды. Біреуден жаңағыдай анам немен айналысып жатыр, мынау немен айналысып жатқан идея алды ма болды. Ары қарай яғни өзі байланыстырып ары алып кете алады. Ондай адамдар бар. Бірақ екінші аудитория бар. Екінші аудитория ол одан да көп, бұлардан да көп. Бұл жерде екінші аудитория. Бұлар не істейді? Бұларға конкретно, мысалы, бірдеңені бастау үшін, алдына бастау үшін бір қадам-қадаммен түсіндіріп беру керек. Яғни олар өздерінің ішіндегі қорқынышы болсын, әртүрлі ойлары болсын, басындағы ойларды жеңу үшін бір нақты қадамдарды күтеді. Мысалы, сізде мынандай бола ма? Үнемі бизнес бастайтын кезде бір ақпарат жетпей тұрған сияқты. Яғни әлі сіз бір ақпаратты білмей жатқан сияқтысыз. Егер тағы бір ақпарат қосымша болатын болса, сіз бизнесті бастап кеткен болатын едіңіз. Яғни осындай аудитория бар. Яғни екінші аудитория бұлар қосымша ақпаратсыз бастай алмайтын аудитория. Мен дәл сондаймын достар. Мен өзім қорқақпын. Мен өзім қанша жыл бойы бизнесті әні бастаймын, міні бастаймын деп жүріп, сол бойы бір 3 жыл дегенде зорғадан бастаған адам. Сенесіздер ме? Енді осы уақытқа дейін әрине бір 7-8 бизнес жасап тастадық. Біраз тәжірибе үйреніп, қазір маған бизнес бастау, жасау мүлдем проблема емес. Ол не деген сөз? Ең бірінші бастап кезеңдегі сіздің бизнес ашуыңыз ең қиын сәт. Алғашқы қадам осы бизнес әлеміне кіру, ол ең қиын сәт, түсініп отырмын. Бірақ мынаны ескеру керек. Егер сіз мыналар сияқты өз бетіңізбен бастап кету, ешқандай курссыз, ешқандай менторсыз, ешқандай жаңағыдай жетексіз бастап кете алатын болсаңыз, онда ол керемет. Бірақ өкінішке орай олар өте аз достар. Олар аз болғандықтан біз не істейміз? Біз осы жағына келген кезінде мыналар мынандай болам деп ойлайды да, мыналар сияқты мен де бизнес жасаймын деп ойлайды и бастай алмайды, ішінде қорқынышын жеңе алмайды. Яғни әртүрлі себептер, соған байланысты басындағы ойлар болуы мүмкін, соған байланысты олар өздерін кінәлі сезіне береді. Егер сізде де дәл сондай болып жатса, егер осы уақытқа дейін бизнес бастайын дедім, бастай алмадым, әнеке мені бірдеңе үнемі жетпей тұрады, әке-шешем қарсы болады, немесе анау болады, идея ұнамай қалады, жаңа бәсекелестердің көптігінен қорқып кетемін, ақша көп керек деп ойлап қаламын, жаңағы ақшасыз қалай бастаймын деп жаңа қорқам, ертең ақша салып, оны жаңағыдай банкрот болып қалам ба деп қорқам деген ойлар болатын болса, сіз оны жалғыз емессіз. Ондай сияқтылар сіздер өте көп. Ол солардың қатарына мен де бармын достар. Енді, бірақ мен сіздерге мына шешімді айтайын. Ақпарат дедік қой. Яғни сізге қосымша бір, егер соны сізге көмектесіп жіберетін бір ақпарат жетіспей жатса, оны іздеу керек достар. Оны сіз әртүрлі жерден табасыз. Біреулер оны тренингтен табады, біреулер оны жаңағы кітаптан табады, біреулер оны онлайн сабақтардан табады. Яғни әркім өзіне қажет нәрсесін табады. Сіздің жұмысыңыз не істеу? Яғни сіз әлі егер бизнес бастамаған болсаңыз, онда сізге әлі былай айтқан кезде толмады деген сөз. Мынау өзі ақпаратқа толған кезде адам жаңа қажет ақпараттың бәрін алған кезде ол ертелі кеш өз іс-әрекетін жасайды. Ол ертелі кеш қадам жасайды. Себебі ақпарат мынау нәрсе, вирус деген не ол? Кешірім сұраймын, вирус деппін ғой. Бизнес деген не ол? Бизнес көбінесе ол вирус сияқты. Сенің миыңа уже кірді ма? Бірдеңе істеу керек еді, бір нәрсе бастау керек еді деп болды, ол қалмайды достар. Ол үнемі сен мазалай береді. Ол бір өзіңнің бір жұмыс жасап жатсаң да бір тағы ең қызығы бірнеше уақыт сайын период сияқты келіп тұрады мысалы. Мысалы 3-4 ай сайын ба бір келіп, қайтадан сен мазалайтын болады. Сондықтан достар, сіздің жұмысыңыз қазіргі таңдағы осы ақпарат жағын қамтамасыз ету өзіңіз бойынша. Егер сізге шынымен ақпарат керек па, ұялмаңыз. Оны шынымен мойындау керек. Кейде бізге сол ең қиыны осы жерде де мыналарға қарап аламыз да біз, сөйтеміз де өзімізді мен кәсіпкер шықпайды, мен қорқақпын, мен ұялшақпын, мен анандаймын деп. Әркімде әртүрлі. Мысалы қараңыз. Біреулер, мысалы, бизнестің айталық мыңдаған түрі бар. Бір бизнес, мысалы, мен өзім негізінен адамдармен маған анау сату біреуге, өзі өнімді ұсыну маған өте қиын. Бетім дірілдеп, ана жерге ұялып кетем, өзім қысыла бастаймын. Сондай адам болған екен, мен не істедім? Мен ол өзімнің минусымды мойындадым. Иә, маған мынандай бизнес түрі басқалар, ағаларым сияқты, басқа жаңағы кезіндегі үлкен-үлкен жаңағы кәсіпкерлер сияқты барып, бутик ашып, бір затымды сразу көшеге барып, адамдарға ұсынып сөйтіп бастап кету шынымен маған өте қиын. Мен не істедім? Мен ең алдыменен сол жағымды, минусымды мойындай отырып, мен соның шешімін іздедім. Мен шешімді, мен өзімді осы жаңағы адамдармен
клиенттерге барғаннан гөрі маған одан қайта клиенттердің өзі келген ұнайды екен да. Және сол клиенттер өзі келген кезінде менің тауарыма қызығып, менің тауарымды алдын ала ақпарат біліп келген кезде маған оған сату оңай екен. Менің жұмысым қатты көндірудің қажеті жоқ. Мінекей ол келеді, саған бәрін оқып қойған, мә ақшаңды мә, болды екеуміз жұмыс жасаймыз, ары қарай деп жаңағыдай сенің затыңды сатып алады, сен ақша аласың, сонымен екеуің де бақыттысың. Сондықтан мен осы жолда мен онлайнға сол үшін келдім. Онлайн сол жағынан маған қатты көмектесті. Яғни мен жаңағыдай әлеуметтік желі арқылы, Google арқылы жарнамаларды беру арқылы мен клиенттерді тарттым. Олар менің сайтыма кірді, әлеуметтік желіме кірді, инстаграмыма кірді. Сөйтті де сол жерде ақпараттарды қызығып, маған өздері хабарласып, өздері жазып, мен ол заттарды сатып, сөйтіп өзімнің алғашқы бизнестерімді осылай бастап кеттім, достар. Дәл сол сияқты сіз де егер мынандай мен сияқты қорқақ болсаңыз, жаңағыдай әртүрлі уайымшыл болсаңыз, ақпарат жетіспей жатса, асықпаңыздар, достар. Ол жағын сіз ол ертелі-кеш бастайсыздар. Мен де өзімді сол кезде мысалы бірнеше уақыт, көп уақыт керек болды. Бірақ бұл адамдардың бір артықшылығы өте бәрі детально ойластырады. Егер бизнес жасалғаннан кейін мыналар сияқты бірденнен қатты кетпеуі мүмкін, бірақ бұл жерде көбінесе хаос болып жатады. Көбісі өз бетімен бастағандар үлкен бизнес нәтиже көрсететіндер бар, бірақ көбісінің бір минусы системно емес, яғни жүйелі емес бизнестері. Ал мына ақпарат іздеп, бәрін кітаптағы сияқты әдемілеп жасағандар көбінесе не істейді? Олар жүйелі бизнес асықпастан. Сондықтан сіз егер мысалы өзіңізді қазір бизнес жасамай жатқаныңызға жаңағыдай көңіліңіз толмай жатса, мен соны айтайын. Бүгінгі видео айтайын деген сол. Достар, ол нормальный нәрсе. Ол көп ондай адамдар, ол сіз жалғыз емессіз. Солардың қатарында мен демін, достар. Сондықтан барлығымыз қазіргі таңда, мысалы, егер сізде сондай ой болатын болса, өз бизнесіңізді ашу туралы, өз кәсібіңізді бастап кетуге, кішкентайдан бастаңыз, достар. Үлкен нәрседен бастаудың қажеті жоқ. Қатты рисковать етудің қажеті жоқ, достар. Өйткені сіз қазір именно осы адамдар рисктен қатты қорқамыз біз. Біз рисктен қорыққаннан кейін ертең банкрот болып қаламыз ба деп қатты құлаған кезде бетін қайтып қалады. Сондықтан мен айтам, асықпастан сізге енді қараңызшы, мен ойлаймын да Қазақстанда бізге ең бастысы мынау айына 2-3 миллион табатын кәсіпкерлер шығару вообще проблема емес. Сіз солардың қатарында ешқандай айтқан кезде анау үлкен керемет бір кәсіпкерлік бір қабілетіңіз болмай-ақ оған жете аласыз. Мыналар миллиардқа жетуі мүмкін, мыналар $1 миллион жетуі мүмкін. Сізге $1 миллион керек болмауы да мүмкін, достар. Мысалы, маған $1 миллион керек жоқ. Маған айына бірнеше миллион теңге жетеді болды. Дәл сол сияқты біздің ойым, менің ойым, мына азаматтарды сен мынандай кәсіпкер емессің, сен мынандай жасай алмайсың, сен қорқақсың, сен істемейсің деп айтқаннан гөрі одан қайта қолдау көрсеткізіп 1 миллион, 2 миллион, 3 миллионға шейін жеткізу, осылар істейтін болсақ, Қазақстанда орта тап, яғни ақша таба алатын, өз біліміне ақша сала алатын, шетелге шыға алатын, әке-шешесін санаториймен жаңа ғана қажылыққа жібере алатын, өзіне жақсы көлікпен жақсы үй ала алатын кәсіпкерлер саны көбейетін еді. Сондықтан мен ойлаймын, бұлардың барлығын мен сияқты адамдар кезінде өзім білем, маған айтқан кезде мен жыным шығатын, кәсіп істеймін айтқан жыным шығатын. Өйткені сөйтсем барлығы бірдей емес екен. Әркім әртүрлі нәрсе жағады екен. Біреуге сыпайы түрде жай түсіндіру керек, біреуге қатты түсіндіру керек. Мысалы, мектепте де сондай болады ғой, мысалы, бастап кезеңде тез алдыға кетіп қалатындар болады. Бірақ кейін келе, сен үйрене келе, бейімделе келе, олар озып кететіндер де болады. Яғни бұлардың уақыты бітті деген сөз емес, бұлар енді шығатындар. Сондықтан достар, сіздерді осы бизнес жасау жолында уайымдамаңыздар, қорықпаңыздар, асықпастан барлығын кішкентайдан. Мысалы, мен датау қорқақ болдым, достар, сенесіздер ме? Ең алғашқы бизнесімді жұмыс жасап жүріп, сол кезде аштым. Ең алғашқы бизнесім. Өйткені мен қорықтым, ертең жұмыстан айырылып қалатын болсам, айлығымнан айырылам, табысымнан айырылам, содан кейін мен қиналам. Сондықтан жұмыста жүріп параллельно бастап кеттім. Соның арқасында кейін уже айлығыма жеткен кезде бизнесімнің табысы, кейін барып мына жаққа секіріп өттім. Сөйтіп бастадым. Яғни, мысалы, мен айтам да, үйдегі отырған қыз-келіншектерге де бизнес жетеді. Жаңағы офиста отырған менеджерлер өз бизнесін бастай алады. Мысалы да, ол бизнес деген сіздің ойыңыздағыда үлкен компания емес ол. Кейін бола береді компания, кейін үлкен бизнес болады. Бірақ бастап кезеңде кішкентайдан бастау керек. Кішкентайдан жұмыс жасау керек, достар. Сондықтан, егер сіз мысалы білім қазір үлкен тренингтерге жаңағыдай ақпарат жетіспей жатыр, қайдан ақпарат алам десеңіздер, достар, мен керемет қазір мынау білесіздер, Қазақстанда 2,5 жылда 10 ресторан ашқан Қуаныш Шонбай деген азамат бар. Сол жігіт және мен маркетингтегі біліміміз екеуміз қазір мықты бизнес симфония деген кітап жаздық, достар. Осы қалай бизнесті бастау керек, қалай ментор табу керек, қалай ақша алғашқы табыс жаңағыдай қаражат табу керек, қаражатсыз қалай бизнесті ашуға болады, инвестормен қалай жұмыс жасау керек, жаңағы менторды қалай табу керек, ортаны қалай табу керек, өзіңді қалай дамыту керек, және бизнесті қалай ертең жүйелеу керек, барлығын біз сол жерде көрсеттік.
үйде отыратын бизнестің түрлерін сол жерде бөлісетін боламыз. Онлайн бизнестер қандай болса, барлығын достар. Сол кітапты «Бизнес симфония» деген, алла қаласа, бүгін мысалы мына видеоны біз қазір мамыр айының 15 күн жазып отырмыз достар. Мамыр айының 15-інде. Бұл осы мамыр айының 2020 жылдың мамырының соңына дейін бұл осы видео арқылы кітапты сатып алсаңыз, жаңа «Бизнес симфония» деген кітапты, сізге бонус тағы да екінші болма және құпия деген кітаптар беріледі. 2 кітап сыйға беріледі. 3 кітап сол кезде сіз аласыз жаңағы бағаға. Және сізге 6 курс тегін беріледі достар. Бұл жерде мықты курстар, мінекей мына сенімді маркетинг, тағы да Гами Про, Гами стартап мысалы, бүкіл біздің Шома онлайн ең мықты курстардың бәрін береміз. Алыңыздар, білім алыңыздар, үйреніңіздер. Біз қазір Қазақстанда кәсіпкерлердің санын көбейту үшін өзімізге үлкен мақсат қойдық. Өткенде Америкаға барып келгеннен кейін, ана жақтағы кәсіпкерлерді көргеннен кейін, ана жақтағы налогты көргеннен кейін біз айттық, Қазақстанда кәсіпкерлер көп болу керек. Сондықтан «Бизнес симфония» деген үлкен кітап шығарып жатырмыз. Алла қаласа қазір алдын ала тапсырыс беріңіздер. Ол кітаптың арқасында мен ойлаймын, сіз өзіңіздің бағана тұрған мына жерде ақпараттар, ондай әлі қазақ тілінде ақпарат шықпаған достар. Барлықтарыңызды мына төменде неде тұр? Комментарийде жазылып тұр, сілтеме тұр, shonbai.kz деген мына сайт. Осы сайтқа кіріп, сол жерден 6990 теңгеге достар, жаңағы 2 кітап қосасыз, 6 курс барлығын алатын боласыз. Сіздерді күтем, бірге дамайық, бірге өсейік достар. Бәрі мүмкін, тек қана өзіміздің қолымызда. Үнемі күтіп отыруға беруге болады, үнемі сылтау айта беруге болады, бірақ қадам жасайық, үйренейік, бірге өз кәсібімізді ашып, бай болайық достар. Сондықтан, достар, уақыт өткізбейміз, «Бизнес симфония» аламыз, дамимыз, курстарды көріңіздер. Курстар қазір сразу тіркелесіз, сізге ертеңнен бастап курстар жіберіле бастайды өзіңізге. Ал ана кітаптардың барлығын кейін бәрін бірге аласыздар. Жақсы, келесі бағдарламада көріскенше сау болыңыздар.